Assalamualaikum құрметті абитуриенттер. Бүгін сіздермен өтетін темамыз алгебралық бөлшектер. Алгебралық бөлшектер дегеніміз бұл өткендегі қысқаша жеті көбейту формулаларына арналған есаптарымыз істеп шығамыз. Біздердің қолымызда бұл тема бойынша 38 есап бар. Солардың керектілерін көріп шығамыз. Бірінші есап мынадай берілген. Бұл алатпаны есаплау керек. Бұл жерде бірінші вазифамыз ұлма бөлімге келтіру. 6 3 4-ке ұлма бөлім 12 x-тің үлкенінен береміз кубы, және y-тің квадрат. Демек, бұған не жетпейтінін көреміз. 2 x куб бар, y квадрат жетпейді. Бұған 4 x y-тің біреуі керек, дұрыс па? Y квадрат қой менеді, неге біреуі өсің жетеді. Бұған 3 x-тің кубы. Бұл көйт шығамыз. 2y квадрат 8xy минус 9x куб. Ұқсастар бар ма? Жоқ, бұл осылай қалады, жауап сол. Түсінікті ма? Кейінгі есап, екінші есап, мынадай болса есаплау керек. Енді бұл жерде де сол жеті қысқаша көбейту формуласын жақсы білген адам қиналмайды. Әтіба білсеңіз, куб. Соны не қыламыз біздер? Кубқа жаямыз. Кубқа жаю үшін сеанста жолын үйреттік. Бірінші кубын алып тастаймыз. Бірінші кубке 23-64 айырмасы 12-64. Кенен біріншісінің квадраты 23-64-тің квадраты плюс болады. Минуста кейін соқтың бәрі плюс. 23-64 неше көйтеміз? 12-64. Кенен плюс 12-64-тің несі? Квадрат. Уже біліп ады. Астынағысын жазамыз. 23-64-тің квадраты плюс 2-ін көймесі 23-64 көбейту 12-64. Кенен не дейді? 12-64-тің квадраты. Мына сол тұрған жерде қысқарады. Дұрыс па? Мынаны есаплап жіберсек неше болады? 11. Болған міне. Егер білмесеңіз, бекзат неден егер үшінші көбейтіп атқан болады уже. Кейінгісі, төртінші, мынаны есаплау керек. Бұны есаплау үшін өткен сабақларға ұқсайды да, бірақ сәл бұл жерде құрама квадрат бар. Квадрат болса, бұны біздер мына формаға жайып үйренеміз. А квадрат минус б квадрат. Қайтып жайланеді? А минус б, а плюс б. Сол бойынша жайып шығамыз болғаны. Яғни, бірдің квадрат бір емес пе бәрібір? Квадрат қоямын, неге өтіркен, наларға не? Яғни, 1 минус 1 бөлінген 3, кейінгісі 1 плюс 1 бөлінген 3. Мұнан жай. 1 минус 1 бөлінген 4, 1 плюс 1 бөлінген 4. Көп шырасан есаплар бұлар. Кейінгісі 1 минус 1 бөлінген 105, 1 плюс 1 бөлінген 105. Так, есаплаймыз. Ұлма бөлім безбесеміз. 3-тен 1-ді алсам, 2, 3. 3-тен безбесем, қоссам, 4, 3. 4-тен безбесем, 3, 4. 4-тен безбесем, 5, 4. Кета өрады, 105-тен безбесем, 104, 105. 105-тен безбесем, 106. Кім түсінбей қалды сөйлерді? Әме түсінген болса дәлші қараң. Өзі қарасаңыз, қысқарады деп. Өзі кім қалады дедік? Ай сау. Біріншісі менен ақыры салады. Ортасы көбейту. Маума жоқ берді. Болды. Қысқаран зат? Жоқ. 2106-ын көбейтіп қоямыз. 212. 305-ті көбейтіп қоямыз. 315. Жоқ осылай қалады. Түсінікті ма? Дәлші, кейінгі сап, 7-ші сап. Жүдағы ең саплардың бірі. Қысқарту үшін, өткенде де айттық. Бүйтіп қысқартып кете алмаймыз деп, қалеген жерлерден қысқартып, иә? Бірінші не қоямыз, мына екеуінен x шығарып жібереміз. X минус 5y. Сөйтіп, мына минус болса, не қылып жазамыз? Неге айландырып жазып кетейін да? Орнамастырып жазамыз деді, минус болса, иә? Солай. Сонда мына жайлады x минус 5y, x плюс 5y. Енді болды. Скобкалар ұқсаса қысқарады. Сонда x бөлінген x плюс 5y қалады. Түсінікті ма? Дальше. Жүда қызық есаплардың бірі. X минус 20 көбейту мінеді. X минус 19 мынау дейді да. Мынаны апаястыру керек. Бұны көп адам ойлайды деп. Вот етін қысқарып жіберді де, X минус 19 деп қояды. Сол жауап бар именно. Жауапта бар. Ол қате. Қатеген гарантия қате ғой. Егер нелден көп болғанда дұрыс болуы мүмкін еді. Не қамыз бұны? Ай сау бол. Мұна 20-ны көбейту аламыз бірінші. X минус 20x минус плюс неше болады? Құласы 20 көбейту 19, е? Так, тең. Қара, номинал не болады? Минус 19x май ма? Плюс 20 көбейту 19 бар емес пе? Екеуінде не бар? 19. 19 шығарамыз да, минус 19 шығарамын. Бола ма? Сонда x қалады. Плюс деген минус көту минус емес пе? Бір минус кетсе минус қалады да міне. Түсінесіз ба?
екеуінен 30 сыртқа шығады. X қалды, мынадан 20 қалды. Енді мына екеуі қысқарады, сонда минус 19 қалды. Түсінікті ма? Алдап қойған екен, ә? Кімге жетпей қалды? Так, дальше. Соңғы ұқсас есап не? Мына қысқарт десе, елем табылады ішімізде. Y квадрат қысқартып, сөйтіп нерлерді бір затларды тауып, жауап жазып қояды конкрет қылып. Яғни, бұл жерде яқшы асты жайлап та үстіне қыламыз. Үсті 4 жайлы үшін 4 ағзадан әбарат болады кемінде. 4 ағза болу үшін бағана айтқандай, мынаны 5y плюс y деп жазамын. Бәрі минус 4y емес пе? Сөйтіп минус 5 асты тұрыпты. Так, енді қараң. Мына екеуінен не шығады? Аха, y шығады. Y минус 5. Так, мынау өзін жаз. Плюс y минус 5 деп сколько бердің бола ма қарызға? Сөйтіп, ана y минус 1, y плюс 1. Сол жерде масықпан қысқартпадың несі жоқ ел. Екеуінде де не бар? Y минус 5 шығарып жіберім, екінші скобқа қанзат жазу үшін. Надан? Y, надан? Плюс 1. Демек, астында y минус 1, y плюс 1. Тең қысқарып кетеді. Сонда y минус 5 бөлінген, y минус 1. Түсінік ма? Жазып аламыз. Демек, давам етеміз. Кейінгі есабымыз 11-ші есап. Апайластыру керек. Қарасақ, x куб минус 8 деген неге келеді? 8 деген 2-нің кубы деп жазайын да неге? Сөйтіп соны кубқа жайын. X минус 2 кубларды апсан. X квадрат плюс 2-ін көймесі кенен 4 емес пе? Астын көшіреміз. Кенен науым жайлады. Қайт жайлады? X минус 2, x плюс 2. X минус 2. Минус 2, x минус 2. Тең қысқарады. Не қалады? X минус 2. Қысқарады. Мына минус тәсір етеді, қара. Минус x, минус 2 болып ашылады. Кейін мына көбейтсек, минус 2x плюс 4 болмай ма? Жинастырамыз. X қысқарып кетеді. 2-лер минус 4 болып, мына қысқарып кеткен кейін не қалады? Минус. Бұл жауап. Кейінгісі, 13-ші есап жүда жақсы есап, ұлыма бөлім беру шарт емес. Бұл жерде мына бірінші мен екіншісі не шығады? X квадрат шығады. Сонда не қалады? X плюс 1. Мына екеуін істеп атпыз. Кейін мына өзі тұра берсін. X плюс 1 болды, не? Соны істеп атпанда бола ма? Екеуіне x плюс 1 жекілей жіберемен, сонда біріншісіне x квадрат, кейін онда плюс 1 қалады. Бөлінген мынаны жазамын сен. Плюс x бар, ұмыт кетпен. Қысқарып кетеді. X плюс 1 плюс x. Ол не болады? 2x плюс 1. Бұл жауап. Түсінікті ма? Жүда қиын есаплардың бірі ғой. Так, кейінгісі 14-ші есап. Мынаны апайластыру керек. Ең жағдай фокусніктер болуы мүмкін. A мен A-ны x пен x-ті, B мен B-ны x пен x-ті қысқартып енгенде бір шығару мүмкін. Сен бір деген жауаплар бар да. Түсініңіз па? Қысқарту жағдайда деп қысқартады да бір шығарды да минус бір шығарды. Жауап шығарып қояды главный. Ол қате, ол грубый қате болғанда. Бірінші, мына екеуінен дұрыс x шығарамыз. Сонда A минус B сау бол. Мына екеуінен плюс y шығарамыз. A минус B. Так, бөлінген. Мына екеуінен x шығарамыз. A плюс B, ең әзіне бір прикол айтам. Плюс y шығарамыз, A плюс B. Елем жағылардың сознаниясынадай. Сол жерден масықпайды. Егер A минус B болса, сол жерді қысқартады деп. Олам қате. Сен ортада қосу алу болса қысқартылмайды. Екеуінен A минус B-ні шығарып аламыз. Мына екеуінен. Сонда екінші көпкеде x плюс y. Ал мына екеуінен A плюс B-ні шығарып аламыз. X плюс y. Кетеді. Сонда A минус B бөлінген A плюс B. Бұл қысқармайды, сен минус плюс. А мен A мен бұны қысқартып отырман. Давам етеміз. Кейінгі есап 15-ші жүда қызық есаплардың бірі қысқарту керек. Қысқарту үшін, мысалы біреулер жағдай ойлау мүмкін, сразу A минус 13-дің квадратына келеді, 13 болу үшін 26 болады. Ол квадратқа келмейді. Біздер мынадай қыламыз. Қараң, сізге назад үйретейін да. Нерге назад үйретейін. A квадрат плюс 2AB плюс B квадрат. Не береді? A плюс B-ның наны береді. Дұрыс па? Бұны өттік қой. Енді мен соны A квадрат плюс B квадрат дегенді A плюс B-ның сыртылай квадраты десем бола ма? Қалай болады? Сен A плюс B-ның квадратына не болады? Лишний? 2AB. Нада 2AB жоқ қой. Соны біздер не қыламыз? Надан әзір жайған кезде A квадрат плюс 2AB плюс B квадрат назад шығады. Маған назаты керек дейді. 2AB керек. Сол үшін минус 2AB дейміз. Плюс 2AB мен минус 2AB не қылады? Қысқарып кетіп, өзіне келеді. Егер мен мысалы көрсетейін бе? A квадрат плюс 2AB плюс B квадрат болады жайсам. Мыналар қысқарып кетіп, сонда A квадрат плюс B квадратқа келеді. Соны деп жазсаңсам болады. Егер сіздерге A минус B-ның квадраты керек болатын болса, мынаны мынадай жазасыз,
Енді минус болған үшін міне ана плюс 2а дейсіз. Енді минус 2а мынамен қысқарып кетті, өзіне келе береді. Түсіндіңіз ба? Енді мынаны сөйтіп жапсақ қараң. А4 плюс 169 деген 13-дің квадраты емес пе? Мен мынау ненің квадраты? А-ның квадраты плюс 169 деген 13-дің квадраты емес пе? Квадраты деймін плюс. Сөйтіп мынаны жайған кезде қараң. А квадрат А4 болады, то есть плюс 2-ге емес. 26а квадрат плюс 169 емес пе? Мына 2 бар ғой менде. Мынау не? Соны алу 26а квадрат deyip. Сонда қысқарып кетпей ма? Ізінде өзінде не бар еді? Минус 10а квадрат. Тек дальше. А квадрат плюс 13-дің квадраты минус мына 2 не болады? 36а квадрат емес пе? Түсіндіңіз ба? Енді соны біздер мына формуламен жаймыз. Кешегіде өткен. Жайын едік қой. Бірінші квадраттарды атыста. А квадрат плюс 13 минус 6а квадраты. Кейін қайта жазылады. А квадрат плюс 13 кенен плюс 6. Бола ма? Сөйтіп астын көшіреміз. Астына кім бар еді? А квадрат плюс 6 плюс 13. Ол кіммен қысқарады? Кіммен қысқармай ма? Сонда не қалады? А квадрат минус 6 плюс 13. Оны бастырып жаздым. Түсіндік ма? Жоқ бар ма? Бар. Кеңсі 18 есап. Міне соғақ есаплардың бірі және тапқырлық. Мынадай айтты? Номен қысқарады А квадрат, номен қысқарады А, номен қысқарады бір зат қылды. Оныншы мынадай қыламыз қарап. А4 плюс 2а квадрат плюс 1 деймін. Мұны 2а квадрат қылып жібердім ба? Оның қарызын қайтарамын. Алу А квадрат. Бәрібір не қылады? Өзіне келмей ма? Номен алынса, наған қайт келмеймісің? Біреу қалды. Асты тұра береді. Енді зато маған нені береді? А квадрат плюс 1-дің минус А квадрат. Астында тұрыпты. Енді ағызат. Квадратты апыстап, на формула бойынша не? Бірінші А квадрат плюс 1 минус А кенен А квадрат плюс 1 плюс А. Тек наның алды өзерді. Минус плюс 1. Бөліңі астына келеді. А квадрат плюс А плюс 1. Номен ақсарып кетеді. Сонда А квадрат. Соны орнына қойып жаз. Минус А плюс 1. Найкі орнамастырып сұлдап жазамыз. Түсінікті ба? Кейінгі сап 22-ші есап жүдә қызық есаплардың бірі 11, 22, 13 дәреже бар, 13 дәреже надай. Бұны надай қыламыз. Наны мен x 11-дің кубы десем бола ма? Кубы десе бәрібір 3, 13 болады тұрсы. Келін 1-дің кубы 1 емес пе бәрібір? Бөлінген. Астынан бәрінен x-дің 11 дәрежесін шығарып жүрсем бола ма сыртқа? Сонда нада не қалады онда? Бәр. Нада нешеу қалады? Қалай ол 2? 22-ден 11 кетсе 11 қалады ол. Көбейтілген дәреже қосылады ол. Плюс, ал надан 22 қалады. Енді мұнан кубқа жайық біздер. Яғни айтқанда, бірінші куплады апыста. X 11-дің минус 1-і. Дұрыс па? Кенінен квадраты десе, 22 май ма? 2-ге көйтіледі. Кейін 2-ін көйт. X-дің 11-і. Кенін 1-дің квадраты 1. Сөйт, астын көшірес, X-дің 11-і 1 плюс X-дің 11-і плюс X-дің 22-і. Келмей ма нау? Сөйт, мынаны жазамыз. Тең X-дің 11-і минус 1 бөлінген X-дің 11. Оны елам апайластырып қойған болуы мүмкін. Солай қаған екен жоқ. Апайластырат деген надайды. Наннаған бөлет, наннаған бөлет. Налғара? X-дің 11-і бөлінген X-дің 11-і минус 1 бөлінген X-дің 11-і. Соны на екі қысқарып кетіп. 1 минус 1 бөлінген X-дің 11-і. Надайын болу мүмкін да жоқ. Просто біздерде надайды тұрған екен жоқ. Түсінікті болса жазып аламыз. Демек, дауым етеміз. Кейінгі сабымыз 24-ші есап. 24-ші есапты айтады. Апайластыру керек. Апайластырғанда сәл өзгешелер болып беріп қойды. Біздер кешегі сабақта көрдік. Куб болса не қылатын едік? Скобкаларды бірінші солайынша жазып аламыз. Z квадрат, Y квадрат, Z квадрат, X квадрат. Сөйтіп алдына 3 қоямыз. 3-тің алды плюс минус болады. Знақтарын көйт шығамыз. Минус болады. Бөлінген. Астынан сөйтеміз. X минус Y, Y минус Z, X минус Z. Алдына 3 қоямыз. Знаклар алдына белгілет көйтеміз. Плюс болады. 3-лет қысқартамыз. Енді мұнан жайып жазайын ерек. Тәғылейіп X минус Y, X плюс Y. Бола ма? Мұнан жай. Z минус Y, Z плюс Y. Но Z минус X, Z плюс X. Дұрыс айтып жатыр. Қараң, номино қысқарады. Y минус Z пен Z минус Y. Нағар әтібір берін. Қысқартқан кезде алдын минус шығады ғой. Со минус, мұнауменен қысқартқан кезде қайттан минус шығады. Сомен неге әлер? Плюске. Сөйт өзінің алдындағы родной минус не қыла береді? Қап қоя береді. Сонда кімлер қалады?
x плюс y, z плюс y, z плюс x қалады. Түсінікті ма? Молодец. Демек кеңсі 26-шы хесап. А ойластыру керек. А ойластыру үшін не қыламыз? Мынау қайт жайлады? X минус астен астына жайып қойған 4a x плюс 4a. Мына екі не шығады? X шығады. 4a минус x емес пе? Сонымен орналастырып жазу үшін x минус 4a қылу үшін алдына не шығарамын? Сөйтін не болады? Плюс болады. Енді общий знаменатель беремін ома бөлім. Яғни x минус 4a x плюс 4a-да. Молодец. Мынаған не жетпейді? X. Мынаған не жетпейді? X минус 4a-сы бар. X плюс 4a-дан береміз. Енді көйтеміз. X квадрат номинен минус x квадрат. Номина минус 12ax, номинен плюс 12ax. Номина 4x квадрат плюс болса зиян жоқ. Плюс 4x квадрат. Номина плюс 16ax. Тең. Номина не болады? 3x квадрат. Номина неше болады? Ұқсайды ғой, ax-лар қос. Алдына коэффициенттер қосылады 28ax. Молодец. Асты тұра береді. X минус 4a, x плюс 4a. Молодец. Жауап осылай қалады. Ямаса, қамаса дұрыс. Мұнан не қылсақ болады? X шығарсақ болады екеуінен. 3x плюс 28a. Бөлінген x астына x минус 4a, x плюс 4a. X-лар кетеді дұрыс. Сонда 3x плюс 28a қалады. Астында x минус 4a, x плюс 4a. Молодец. Енді көйт жасансам болады, ол өздеріңіз білесіз. Жауап осылай қалады. Кеңсі 27-ші хесап, жүре көп ұшырасатын апой хесаптардың бірі, абитуриенттер қиналады. Бізде не қыламыз? Ұлмөлін береміз дұрыс. Бірінші қаусырманың ішін істеп аламыз. m квадрат минус 1-де ұлмөлін береміз. Көбейтеміз. m4 минус m квадрат. Кені минус 1, но минус m4. Бөлінген m квадрат минус 1 бар. Тең. Кімдер қысқарады? m4-лер. Мына екеуіне минус сыртқа шығарып жүрсем бола ма? 2 минустан минус сыртқа кетсе іштен бәрі плюс болады. m квадрат плюс 1. Бөлінген. Мынаны жайып жазайық. m минус 1, m плюс 1. Көбейтіп айланған кезде мынау үстіне айланып түседі. m минус 1 кетеді, астына m квадрат плюс 1. Қысқарып кетеді, міне. Қысқарады. Алдына минус бар. Бөлшектің алдына қала берсін. 1 бөлінген m плюс 1. Мынау жауап. Демек давам етеміз. Кейінгі хесап 28-ші хесап. Мына не хесаплау керек? Бізде де әтібар беретін болсақ, мұны не қылады? Жайлады. xn тұра береді да, мұна жайған кезде дәреже қызық емес, дәреже ең сыртта тұра береді. Мұна жайып ал. x минус y, x плюс y деп жай. Сөйтіп сыртына екеуіне не қоясаң, m қой жібересің. Енді астын жазамыз. y-тің 2n-і, x минус y-тің m-і. Енді қарасаңыз не болады? Мынаумен мынау қысқармай ма? Кенен сыртта x-тің n-і, x плюс y-тің m-і бөлінген y-тің 2n-і деп не қыла береді? Қала береді. 28 жауап осылай қалады. Түсінікті ма? Жазып аламыз. Демек давам етеміз. Кейінгі хесабымыз жүдә жақсы хесаплардың бірі 30-ші хесап. m-нің қандай бүтін мәнісінде төмендегі аңлатпаны қысқарту мүмкін дейді. Яғни 36 плюс m-нің онда қандай сан қойған кезде, бүтін сан қойған кезде x квадрат m-номен қысқарады дейді. Қараң, бірінші m-ді үстіне емес астын істеп алайық. Яғни қараң, мынаны бірінші x квадрат жазайын деп, бірінші плюс 8x-ті 7x плюс x десем бола ма? 8x қой бәрі. Плюс 7 ма? Зато мына екеуінен x шығарайын. x плюс 1 емес пе? Мына екеуінен өзі 7 шығады. x плюс 1 емес пе? Сонда ол x плюс 1, x плюс... Енді қара, міне. Демек, x плюс 1 хам x плюс 7. Ал алымы 36 плюс mx плюс x квадрат. Яғни n оңына қандай сан қойған кезде қысқарады дейді. Неге 12 қойымыз? x плюс 6-ның квадратына келеді, бұлайынша қайта қойын ол кезде. Ол кезде қысқармайды, x плюс 6 жоқ қой. Қараң, бір логика бар бұл жерде. Жақсы қағида бар, тыңлап алың. Мысал үшін, x квадрат минус 4, x плюс 2-ге қысқара ма? Қысқара ма? Яғни қараң, мынаны жайық. Бұл мысал просто. Қысқара ма? Қысқарады. Яғни бұл мысал. Қараң. Тыңлап алың. Бұл қысқарады. Қысқарады деген, демек қысқарады дегені алымында да бөлімінде де бірдей көрен бар деген сөз. Бірдей көрен деген бірдей шешім. Мына нөлге теңесең не болады?
X'ті минус 2 май ма? Минус 2-ні ямаса өзіне қойсаң, X'ті ona минус 2-ні қой. Не болады? 0 болады. Жердегі X'ті ona да минус 2-ні қой. 0. Мына неше болса да 0-ді өтсең бәрі 0 болмай ма? Демек, қысқарат деген сөз екеуінде общий шешім бар деген сөз. Ұлыма шешім. Ұлыма шешімдегі екеуінде де бірдей сан бар деген сөз. Сол санды өзіне қойған кезде неге айланады обязательно? 0-ге айналады. Мысалы, мынада бізде шешімдер кім? X тең минус 1 менен X тең минус 7 емес пе? 0-ге теңесек минус 1 шығады, мынау минус 7 шығып қойма арман қарай. Минус 1-ді өзіне қойсаң не болады? 0 болады. Демек, мынаған қойсаң не болады деген сөз? 0. X тона минус 1-ді қойып шығамыз бірінші. Жаз. 36 минус 1-ді қой. Минус m минус 1-ді қой. Плюс 1 май ма? Не болады сол кезде? 0 болады. Сонда m минус m. Мына 37 не жаққа қарай минус 37, 2 минус плюс қалам m тең 37. m-нің бірінші мәнісі шықты. Енді минус 7-ні қайттан қой x тона. 36 минус 7m минус 7-нің квадраты плюс 49 емес пе? Тең неге айланады? 0-ге айланады. Все қысқарады де, соның үшін 0-ге айланады. Демек минус 7m тең қоссам неше болады? 85 па? Минус 85. 85 7-ге бөліне ма? 85 бөлінген 7 бөліне ма? Бөлінбейді. Біздерге қандай мәнісін сұрап отыр? m-нің бүтін мәнісі. Демек бүтін мәнісі неше? 37. Түсінікті ма? Түсінбей қалсаңыз және бір сондай есапына қараң. Біздерді сұрап отыр. 31-ші есап. Бөлшек қысқару мүмкін болған m-нің ең үлкен ең кіші мәністері парқын сұрап отыр. Парқы деген разницасы. Мысалы үшін 4 пен 7-нің арасында разница 3 қой. Ал жібересіз. Демек, бұл жерде қысқару үшін жаңа айттық. Екеуі мына бөлшек пен мына бөлшек қысқару үшін екеуінде де ұлыма шешім бар деген сөз. Бірінші үстін жіктелеп алайық. Мына екеуінде не бар? X квадрат шығарып жібер. X минус 1. Мына екеуінде не шығады? Минус 4 шығады. X минус 1 қалады. Асты тұрыпты деп есептайық. X минус 1, X квадрат минус 4 емес пе? Асты бар деп есептайық. Демек, бұны үстіне неше шығады 0-ге теңесең? X тең 1. Мынаны 0-ге теңесең X тең 2 менен минус 2 шығады. Енді квадрат дегеннен білмейтіндер қиналып қалады. X квадрат мына жайсаңыз X минус 2, X плюс 2 деп жаясыз ғой мысал. Мынаны 0-ге теңесең 2, мынаны 0-ге теңесең минус 2 міне. Түсінікті ма? Енді мына 1, 2, минус 2-ні өздеріне қойсаң неге айланады? 0-ге айланады әлбетте. Демек, мына бөлшектің бөлімінде x-ті ona қойсаң неге айланады деген сөз? 0-ге айланады. Демек, бірінші нешені қоямыз? 1-ді қой. X-ті ona қоямыз. Деп себеп қойды. 1-ді қойсам 1, 1-ді қойсам m плюс 6. Тең не дейміз? 0. Тең неге 0 деп апсыз? 0-ге айланады, соны шешім қойғанды. m тең неше шығады? Мына плюс 7, не жаққа қарай? Минус 7. Енді 2-ні қой. 4 плюс 2m плюс 6 тең 0. 2m тең 10 арман қарай минус 10 шықпай ма? m тең минус 5. Екеуі шықты міне. Енді үшінші бар. Минус 2-ні қой. Минус 2-нің квадраты бәрі 4. Бірақ неде минус 2m плюс 6 тең 0. Минус 2m тең минус 10 болады. Сонда m тең плюс 5. Біздерден сұрап отыр. m-нің ең үлкен һәм ең кіші шешім. Ең үлкен неше? 5. Ең кішкентайы минус 7. Сол арасында разницаны сұраса ал жіберемін. Ал жіберген кезде екеуі не қалады? Плюске айланып кетіп 12 шығады. Арасында парқ 12 болады. Әне жүдә қиын есаптардың бірін епіледік. Кеңісі 36-шы есап. Қысқарту керек, қысқарту үшін бұны квадратқа жаю шарт пе? Шарт емес. Bir yerде не қыламыз? 3 мешіт квадрат, ал 4 мешіт квадрат пайдаланамыз. Яғни қараң, 3 мешіттің квадраты, 4 мешіттің квадраты. Яғни бірінші квадратларды тастап, сіздерге түсінікті қылу үшін айтып жазамын. X плюс Y ортасын минус қыламын бірінші. Кене тәп соның несі? Скобкалар өзгермейді, ортасы плюс. Жетті ма? Так, асты бар деп сақлаймыз. Енді скобкаларын ашамын болған. X плюс Y минус Y плюс Z. Ананаш. X плюс Y плюс Y минус Z. Асты бар деп сақлаймыз. Тең. Но Y-лер қысарып кетеді. X плюс Z май ма? Так, на екеуі не болады? 2y болып қосылып кетеді. Сөйтіп астын енді жазамыз. X плюс 2y минус Z. Көрінді ма? Сонда X плюс Z. Квадратқа жайып шығарсансам болады, енді ол құрамалда болып кетеді. Түсініңіз ба? Так, кейінге саламыз, ақырға саламыз. Қысқарту керек, бұл жерде қысқартайық десек, деп қысқартып кете алмаймыз. Анвардың номинал қысқартқандай қылып. Себебі ортада қосу бар.
Бұны мәжбүри не қыламыз? Скобкаларын ашып шығамыз. Кубитнан. А в x квадрат. Молодец. А в y квадрат. Кейінгісі. Алфавит бойынша а квадрат x y қосып жазайын. Кенен v квадрат x y бөлінген. Астынан сөйтеміз. А в x квадрат минус а в y квадрат а квадрат x y көбейт минус b квадрат x y. Осы жерде скобкаларын енді жинастырамыз. Қараң. Біздерде кіммен кім шығарсақ болады? Мынау менен мынаны шығарайын. Бола ма? Мынау ма, я мынау ма? Қайсыны шығарайын? Мынау ма? Өзіме өзі ғой, ол біріншіме өзі назып кеп шығады қайттан. Мынаны шығарайында зиян жоқ. Мынау мен мынада а бар, сосын x бар. Сонда мынада не қылады? В-ның x-і бар, біреу. Сөйтіп мынадан а, y бар. Ал мына екеуінен мәжбүри. Кім шығады? В, y шығады. Сонда а, y, в, x бөлінген. Так, мұнау мен бұлам сол. Бірінші мен үшіншісі. А, x шығар. Сонда в, x плюс а, y қалады. Мына екеуінен минус болғасын минус шығарасыз. Кім шығады? В, y шығады. А, y плюс в, x. Неге плюс десеңіз, екі минуста минус сыртқа шығып кетсе, іште бәрі плюс. Демек, жазамыз. Екеуіне кім о? А, y плюс v, x емес пе? Плюсті орнамыз тұрса зиян жоқ қой. Кенен а, x плюс v, y. Молодец. Бөлінген. Астында, бөлімінде. А, y плюс v, x. Зиян жоқ орнамасқанның. А, x минус v, y. Қысқарады ғынау. Сонда кім қалады? AX плюс V, Y бөлінген AX минус V, Y. Және бұна қысқарт жүрейін, плюс минусы екі түрлі. Түсінікті ма? Демек түсінікті болса жазып аламыз. Сабағымыз осы жерде жұмақланады. Кейінгі сабақларда көріскенше.